Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы деген ойдамын. Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы өткенді бекіту, денсаулықты қалай күту керек. Бүгінгі сабақта 2-4 сандарын көбейту және бөлу кестесін қолдануды үйренесіңдер. Ал кәнекей балалар, бері қарайық, қажет құрал кітапты алдымызға алайық. Алаңдамай басқаға сабаққа назар салайық. Дұрыс есеп шешімін мұқиятпен табайық. Ал балалар, әрмен қарай мынау бейне материалды тамашалаңыздар. Адамды ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті. Денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын, тазалықты да сақтаймын. Дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын боламын. Ал балалар, мына бейне материалдан денсаулықты қалай күту керек екендігін түсінген шығарсыңдар. Ал енді балалар, оқулықтағы 38-39 бетті ашып, бірінші тапсырманы мозаика әдісі арқылы орындаймыз. Экрандағы суреттегі өрнектердің мәндері жұп сан болатын өрнектерді бірінші бағанға, мәндері тақ сан болатын өрнектерді екінші бағанға жазыңдар. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12, 2 мен 8-тің көбейтіндісі 16, 12 мен 4-тің бөліндісі 3, 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16, 18 пен 2-нің бөліндісі 9, 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15, 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12, 10 мен 5-тің бөліндісі 2. Балалар, жауаптары жұп сан болатын өрнектерден пайдалы әдеттерді байқаймыз. Таза ауада демал, таза су іш, тиімді тамақтан, спортпен шұғылдан, организміңді шынықтыр. Ал жауаптары тақ сан болатын өрнектерде қандай ескертулер берілген? Тәттіні көп жеме, компьютерді көп отырма, газдалған су ішпе. Балалар, зиянды әдеттерден аулақ болайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бұл тапсырмада бізге кесте берілген. Кестеде бөліндінің компоненттері берілген. Бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Бөлінгіш белгілі, бөлгіш белгісіз, бөліндінің мәні белгілі. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Яғни 18 пен 2-нің бөліндісі 9. 12 мен 2-нің бөліндісі 6. 14 пен 2-нің бөліндісі 7. 10 мен 2-нің бөліндісі 5. Жақсы балалар, арман қарай өздерін есептеп жалғастырып көріңдер. Келесі кестеге қарайық. Көбейтуге берілген. Бірінші көбейткіш белгілі, екінші көбейткіш белгісіз, көбейтіндінің мәні белгілі. Көбейткіштің бірі белгісіз болса, біз көбейтіндінің мәнін
екінші көбейткішке бөлеміз. Яғни 15 пен 5-тің бөліндісі 3. 18 пен 6-ның бөліндісі 3. Арман қарай өздерін есептеп шығарып көріңдер. Бізді бір сергітіп алайық. Шаршаған боларсыңдар. Сергіту сәті. Жарайсыңдар балалар. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Теңдіктер мен теңсіздіктерді салыстырыңдар. Алдымен өрнектердің мәнін тауып аламыз. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15. 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27. Демек 5 пен 3-тің көбейтіндісі 9 пен 3-тің көбейтіндісінен кем. 3 көбейту 8 24. 8 көбейту 3 24. Демек 3 пен 8-тің көбейтіндісі 8 пен 3-тің көбейтіндісіне тең. 15 пен 3-тің бөліндісі 5. 15 пен 3-тің қосындысы 18. 15 пен 3-тің бөліндісі 15 пен 3-тің қосындысынан кем. 18 бөлу 3 6. 18 бөлу 2 9. 18 пен 3-тің бөліндісі 18 пен 2-нің бөліндісінен кем. Жарайсыңдар балалар. Әрі қарай өздеріңіз есептеп жалғастырыңыздар. 5-ші тапсырма. Есептерге өрнек жаз. Есептің А нұсқасына назар аударайық. 24 стақан шырын 4 үстелге теңдей қойылды. Әр үстелге неше стақан шырын қойылды? Балалар, 24 стақан шырынды 4 үстелге теңдей бөліп қояйық. Есептің шешуін бөлу арқылы шығарамыз. Демек, 24 пен 4 сандарының бөліндісі 6-ға тең екен. Есептің жауабы әр үстелге 6 стақан шырын қойылды. Есептің Ә нұсқасы мен Б нұсқасын өздерін шығарып көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, көбейту кестесін бекіту үшін моншақ ойынын ойнаймыз. Қызыл, сары түстеріне қарай кезектестіріп, тізбектеп жинаймыз. 2 көбейту 9 18. 3 көбейту 9 27. 2 көбейту 7 14. 4 көбейту 5 20. 4 көбейту 2 8. 3 көбейту 5 15. 4 көбейту 4 16. 3 көбейту 6 18. 4 көбейту 8 32. 3 көбейту 7 21. 2 көбейту 6 12. 3 көбейту 8 24. Жарайсыңдар балалар. Көбейту кестесін қайталадық. Көбейту кестесін біледі екенсіңдер. Ал енді балалар, жетістік баспалдағы арқылы сабағымызға кері байланыс жасайық. Бірінші баспалда тапсырманы орындай алмадым. Екінші баспалда тапсырманы жартылай орындадым. Үшінші баспалда тапсырманы орындап шықтым. Ал енді өздерің қай баспалдақта тұрсыңдар, соны белгілеп қойыңдар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.